Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қазіргі уақытта тренд болып жатқан осындай жүрек пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Пирог өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Қажетті ингредиенттердің барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, жасап көруге кеңес беремін. Ал енді осындай ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, үстіне шекерімізді салып, масса 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Ал енді үстіне сүтімізді және де сұйық майымызды қосып, тағы да миксерлеп алатын боламыз. Ал енді осындай еленген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал енді осы ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп сала отырып, жақсылап қамыр дайындайтын боламыз. Ал енді осы қамырдан бөлек 2 ас қасық салып аламыз. Осыған қызыл бояғышты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал енді осы қамырымызды формаға саламыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Сіздер биік болғанын қаласаңыздар, 22 см қылып пісіруге болады. Енді жаңа қызыл бояумен боялған қамырды мен осылай кондитерлік қапшықпен дөңгелектер жасап шығардым. Болмаса, таза шприцті қолдансаңыздар да болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай дөңгелетіп, ендігі кезекте шпажканың көмегімен осылай жүрекшелер әдемілеп жасап шығаратын боламыз. Мінекей пирогымыз осылай әдемі болып шықты. Енді осыны 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Пирог дайын. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.